Ғали Сәрсенбайдың үйіне бір-екі рет келіп кетеді. Келген сайын екеуі көзқараспен сырласады. Бір-біріне мен сені жан тәніммен сүйемін дегендей сезім білдіреді. Жамал Ғалиді баласындай жақсы көреді, іштей сағынады. Кейін хат жазысу басталады. Жамал Ғалидің хаттарын қабылдап, қарсы жауап жазады. Хаттар сенімді жігіттер арқылы тапсырылады. Хаттарда Ғали өзінің оқығанын, арманын, Жамалға деген шексіз махаббатын ақтарады. Жамал да өзінің қиын жағдайын Жұманға айттырылған сағынышын, махаббатын жазады. Бұл кезең ең мөлдір, романтикалық тұс. Үнемі сырласу, бір-бірін сағыну, армандау. Махаббат оты күшейеді. Қашуға дайындық және қашу, Жұманға ұзатылу күні жақындағанда қысым күшейеді. Жамал шыдай алмай, Ғалиға хат жазып қашу туралы келіседі. Ғали достары Жүніс пен Нұрмаштың көмегімен жоспарлайды. Олар қаладағы саудадас досы Фатихолла байдың үйін паналайды деп ойлайды. Уағдаласқан күні екеуі қол ұстасып қашып кетеді. Біраз уақыт Фатихолланың үйінде бақытты болады, бірге тұрады, махаббаттары шарықтайды. Бірақ ел қуғын салады. Байжан мен Сәрсенбай барымта жасап, елді білдіріп Фатихолланы қысымға алады. Несиесін бермейміз деп қорқытады. Фатихолла қорқып Пали мен Жамалды қуып жібереді. Екеуі Ғалидің нағашылары жаққа, басқа жерге қашып барады. Қайғылы соң трагедия. Нағашыларына барғаннан кейін Ғали аяқ астынан ауырып қалады. 10-13 күн төсек тартып жатып, бейсенбі күні түс кезінде қайтыс болады. Жамал жалғыз қалады, қатты қайғырады. Сәрсенбай мен Байжан болысы арқылы қағаз жазып, ұлыққа начальникке хабарлайды. Жамал қашқаным рас, бірақ енді бұрынғы күйеуім Жұманға тазамын деп қол қойып, подписке береді. Волостной съезд немесе билер үкімі бойынша іс бітеді. Отказ қанағаттандырылды деген хабар келеді. Осылайша қыз ресми қайтарылады. Шешесі Шолпан келіп Жамалды алып кетеді. Сәрсенбай мен Байжан оны қайта алып Жұманға мәжбүрлеп қосады. Жұман Жамалды қинайды, ұрады, боқтай кемсітеді, қорлық көрсетеді. Жамал шыдай алмай, бірақ қарсылық көрсетпейді. Қайғы мен қорлыққа толы өмір кешеді. Жамал ауырып әлсірейді. Бір боранды күні үйден қашып шығады. 20 шақырымдай жаяу жүріп, боран күшейгенде жолдан адасады. Ойында тек Ғали ғана оның қабіріне жеткісі келеді. Ақыры Ғалидің бейітінің басына жетеді. Сол жерде жылап жатып, суықтан, қайғыдан көз жұмады. Роман осы трагедиямен аяқталады. Жамалдың бақытсыз тағдыры ескі әдет ғұрыптың, қалың малдың, әйел теңсіздігінің құрбаны болғанын көрсетеді.